кішкене саясатқа үйлеспейтін жағдай болатын. Құлмат аға туралы әңгімені көп айтуға болады. Ол кісінің тұлғасы бір ғана нәрсеге тоқталғым келіп отыр. Осы жұртшылыққа белгілі, тек тіл мамандары емес, түркологияда, түркітану ғылымында белгілі. Мына Смет ағаның, Смет Кеңесбаевтың фразологиялық сөздігі деген үлкен іргелі еңбекті шығарды институт. Құлмат ағамен де танысуыма, Құлмат ағамен бірге осындай сөздікті әзірлеу, баспаға дайындау, әртүрлі жұмыстары көп қой, редакциялау деген сияқты. Осы Құлмат ағаның қолынан өтті осы жұмыстың бәрі. Онан кейін Құлмат аға бір ерекшелігі байқағаным. Абайды жатқа біледі. Ол өте сирек. Көп адамда бұндай қасиет кездеспейді зерттеушілерге. Әлгі Абайдың афоризмдері деген кітабы да шықты. Зейінділігі, зерделігі, ғалымдығы, анау прозологиялық сөздікке берілген қосымша бар. Осыны Смет ағай автор ғой сөздіктің, прозологиялық сөздің. Соның қосымшасында Құлмат ағайдың фамилиясы тұр. Осын дайындаған, әзірлеген, жазған деп. Бұл анау сөздіктің, прозологиялық сөздіктің ерекше бір құндылығын арттырды. Ал енді мынандай фразологиялық сөздік бұл түркітану әлемінде өте сирек шыққан сөздіктер бар, бірақ көлемі жағынан болсын, мазмұны жағынан болсын, мына Құлмат ағай қатысып, бас редакторы болған осы сөздікке жете қабыл сөздік, білмеймін, түрк әлемінде онша жасала қойған жоқ. Құлмат аға бұл пәленше Бұхар жырауда бар, Шортанбайда бар, немесе пәленше айтыс ақынында бар, анау айтыстан тауып аласың мына нәрсені деп, осындай кезеңдердің өзін қалай керемет білетіндігіне таң қалатын. Құлмат аға мына Дулат Бабатайұлы дегенді жақсы білесіздер. Осы Дулат Бабатайұлын керемет зерттеген адам. Осы өзі Дулат десе ішкен асын жерге қояды. Құлмат аға тілдік жағынан да, әдебиет жағынан да, жалпы гуманитарлық ғылымға тән зерттеулер жасап осылай барып Дулат ақынды таныған. Апайымыз өте жоғары бағалайтын. Рабиға апай осы Дулат Бабатайұлына байланысты мынау үлкен атап өтетін бір мерекелік жиын болды. Сонымен байланысты Аягөзде өткізілді. Сол жиынға апай қатысты. Сонда апайдың мынау Аягөздегі көшенің атын осы Құлматтың атына беру керек деп ұсыныс жасаған. Құлмат ағайды өте жоғары бағалайтын. Құлмат Өмірәлиев халқының ұлы, ғылымда орны бар ғалым ғана емес, сонымен қатар отбасында адал жар, тау тұлғалы әке бола білді. Жұбайы марқұм Бейсенбаева Аида Аршабек қызы педагогика ғылымдарының докторы, профессор болған. Қызы Жанар Құлмат қызы филология ғылымдарының докторы, доцент. Құлмат Өмірәлиев елге танымал ғалым. Ал біз үшін ол сүйікті де мейірімді әке болатын. Әкемізден ерте айырылдық. Алайда әкеміз сол қысқа ғана мерзімде бізге үлкен рухани байлық қалдырып үлгерді. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген дана сөз бар. Адам бойындағы барлық қасиеттер отбасында қалыптасады. Әкем мен анам үшін басты байлық кітап еді. Үйімізде не көп, қандай байлық, кітап пен ойыншық деп екеуі үнемі күліп айтатын. Бала тәрбиесінде әкенің рөлі өте маңызды.
Папам мен үшін әкелердің идеалы. Кішкентай күніміздің өзінде бізді бала демей, әрқашан пікірімізді тыңдауға тырысатын. Әкеміз өте мәдениетті, парасатты жан еді. Оның қыз баласына, жұбайына деген көзқарасы әлі күнге дейін ұлдарына үлгі болып келеді. Ғалымды, тұлғаны қалыптастыратын ол орта. Әкем үшін ол Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты. Оның достары, замандастары, бірге істеген ұжымы. Мысалы, мына фотографияда әкемнің ең жақын достары Сейітбек Нұрханов, Сапарғали Өмірбеков. Үшеу жақсы, жақын дос болатын. Ал академияда Ербол ағай Жампейісов жақсы араласатын, өте жақын дос болатын. Немат Келімбетов, Есет Жұбанов ағайларымыз. Ал Рабиға апайдың орны бөлек болатын. Папам ол кісіге Рухани апам деген ат қойды. Абай танушы Мекемтас Мырзахметовпен де жақсы араласқан. Әлі күнге дейін жас ғалымдар, ізденушілер келіп әкем туралы сұхбат алып кетеді. Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді деген осы болар. Құлмат Өмірәлиев қазақ тілінің грамматикасы, тіл тарихы, қазақ поэзиясының тілі, көне дәуір ескерткіштері, текстология, этимология мәселелері бойынша өшпес еңбек қалдырған ғалым. Ғалымның өзі өлсе де сөз өлмейді. Құлмат Өмірәлиев мәңгі есімізде.